қазақтың мықты жігіттерінің алғашқы құрылтайын өткізіп, қазіргі қазақ жігіті қандай болу керек деген, үйде, мектепте, университетте жаңағы айтылмайтын әлемдік тәжірибемен қазақтың даналығымен, дәстүрмен ұштасатын бір теңдесі жоқ бір ұйым ашылады. Өмір ондай бәрімізге бірдей келбеттілікті, сымбаттылықты, харизманы, бір жігітке тән керемет бір мінезді бәріне бірдей берген жоқ. Подарок дарит тот, кто сам не подарок деп айтады. Енді өмірі недовольный, капризный, вечно все не так, вечно все не то деген бір қыздар бар. Коммуналкадағыдай жаңағы соседтер естіп қалады, елден ұят болады деген секспен өз үйіңде, өлең төсегіңде жаңағы айғайлап тұрып қалағанша жатудың разницасы қандай екенін білесіздер. Ассалаумағалейкум жігіттер. Бүгін қыздардың артынан жүгіру немесе орысша айтқанда жаңағы мужчина должен добиваться женщины деген түсінікті ашып қарап, соны бір ашып көрейік. Ал сіздермен как всегда қыздар туралы бәрін білгісі келетін Қуаныш Ермахан. Олай болса бастайық. Жігіттер, егер сіз еш нәрсе жасамай, бірақ қыздар өздері келіп мойныңызға асылып жатса, онда сіз жолы болған, табиғатынан бір красавчик болған, красавчик болып туылған, бала кезден жаңа үлкен қыздардың өсе келе өзімен қатарлас қыздардың жүрегін жаралап жүрген, былайша айтқанда қыздардың вниманиясына қанып өскен жігіт болсаңыз, онда ешқандай проблема жоқ. Бірақ өмір ондай бәрімізге бірдей келбеттілікті, сымбаттылықты, харизманы, бір жігітке тән керемет бір мінезді бәріне бірдей берген жоқ. Сондықтан біздерге осы тартымдылықты уақытпен, біліммен, еңбекпен өзімізге қайтарып аламыз. Әрине қыздарға ұнау үшін емес, айнаға қарап тұрып өзімізге ұнау үшін, бірақ көпшілік жігіттер, қыздар не дейді? Басқаға ұнау үшін осындай бір әрекеттерге барып жатады. Ал басқаларға ұнау, басқалардың бәрінің көңілінен шығу деген бұл мүмкін емес. Бұл тактиканы аса қатты өзім қолдамаймын. Өйткені біз не дейміз? Доллар емеспіз. Біз қанша сұлу болсақ та бәріне бірдей ұнау мүмкін емес басында айтқандай. Жаңа жоғарыда айтқандай, қыздар өздері сіздің назарыңызды іздеп жүрсе, онда проблема жоқ. Мысықтар жаңа жұмсақ бір жылы жерге келіп жатып алады ғой, сол секілді. Ал егер сіз қыздың артынан жүгіріп, жаңағы бәрімізге миымызға құйып үйретіп қойғандай, шаблонный поведение бар ғой, жігіт қызды добиваться ету керек, жүрегін жаулап алу керек деген ойда болсаңыз, немесе егер қызға сіз ұнайтын болсаңыз, ол өзі-ақ сезімін, ойын білдіреді. Ашық сізге әрине айтпайды, бірақ қыздан қуылық аспайды дегендей, бір-екі күліп қараса, соның өзі уже қыздың көңілі бар екенін белгісін береді. Ал кім қыздың артынан жүгіреді? Қызға аса қатты ұнамаған, или вообще қыз қарамаған жігіт барын салып, бір қызды қаратам деп жаңағы жан салып жатады. Ал қызға ұнау, оның басында қалып қалу, енді ол бірінші кезекте психический мінезден бастау алады екен. Өйткені адамның ішкі дүниесі, ішкі состояниясы сырттан көрініп тұрады. Сол состояниеға қыздар бірінші кезекте не істейді? Ілініп жатады. Біз ойлағандай сыртқы келбетке емес екен. Қанша сұлу келбетті жігіттер бар ғой. Жаңа қыздың қасына келіп қалт-құлт етіп, дірілдеп, қыздармен сөйлесе алмай, жаңағы басы кетіп ашық болып, бір қыздың артынан жүгіріп, сол қызға алданып, ол қызға оны пайдаланып, бір жертва түсіп, жаңа жертва болып, дәл сондай керісінше сырт бейнесі аса керемет болмаса да, жаңағы түр-сипаты келіспеген болса да, небір әдемі сұлу қыздармен сөйлесіп, танысып, еркін сөйлесіп, солармен ешқандай проблема жоқ. Жаңағы қарым-қатынаста жүрген талай жігіттер де бар. Жігіттер, бір жолата есте сақтайтын бір нәрсе бар. Подарок дарит тот, кто сам не подарок деп айтады. Енді орысша айтқанда, бұны тікелей түсінуге де болады. Қыздың назарын сыйлықпен, ақшамен қаратып жүрген жігіттер өздері подароктың орнына жүрмейтін адамдар, жүрмейтін жігіттер. Сол себепті олар қыздың жаңағы қызды осындай бір сыйлықпен, ақшамен ұстап тұрамын деген ойда жүреді енді. Бірақ қыздарға оның бәрі уақытша, қанша сыйлық, қанша ақша берсең де, ол қызға уақытша, қашан оған өзі подарок болатындай, яғни мықты бір жігітті кездестіргенше. Мысал ретінде маған бір адам ұнайды, бір мінезі, бір қасиет үшін маған ұнайды болады. Мен онымен дос болып араласқым келеді. Енді сол үшін мен оған сыйлық бере бастасам, қалай болады? Мен оның былайша айтқанда сатып алып тұрмын ғой оны, по факту мен оған пара беріп тұрмын деген сөзді. Хотя мен онымен дос болып, наравне араласып сөйлескім келеді. Сыйлық беріп енді сол адамды өзіме қарату үшін жасалып, осындай әрекеттер жасалса, бұл қаншалықты дұрыс әрекет, қаншалықты дұрыс поведение. Бұл деген бір төменнен жоғарыға қараған, яғни бір подлиза, жағымпаз әрекеттің адамның бір әрекеті болып көрінеді. Ал егер қыз бала, әйел адам, ер адамның көңілінен шығу үшін жаңағы үй жайды реттеп, бір үйге уют жасап, киімін жаңағы үтіктеп, тәтті бір ұнаған тамағын жасап беріп, ер адам үшін сәнденіп жатса, яғни ер адамның көңілінен шығу үшін, ұнау үшін әрекеттер жасауы, бұл дұрыс позиция. Ертеде солай болғанда, негізі әйел адамның ең бірінші міндеті ол еркек адамның көңілінен шығып, соның жағдайын жасау. Ең басты міндеті. Жалпы дінімізде де әйел адамның ең бірінші міндеті ол ерінің көңілінен шығу болып табылады. Бұл жерде айта кететін де бір жайт бар. Ер адамда сол вниманияға лайық болу керек. Қызды, әйелді сыйлата алатындай, өз басының қадірін қашырып алмайтындай, жаңа аузына еге бола алмай қуып жүріп, әйеліне, қызына өкпелеп жүретін бала секілді емес. Сондықтан жігіттерде салмақты, жағымды,
қалай жылу шашып тұратын адам болуға талпыну керек. Жылуға барлық жаратылыс тартылады. Қыздар да осындай жылулықты сезгенде жайланып, өзін жаңағы әлсіз, нәзік сезініп, өз табиғаты ашылып, сіздің миыңызды ашытпай, мазаған теппей дейді қазақша айтқанда. Ал егер сіздің жаңағы жаныңызда қыз өмірі жылап, нервіштетіп, сізді қызғанып, миды ашытып жүрсе, қаншалықты суық екеніңізге өзіңнің ішкі состояниеңа бір қарап қойы, суық қабақ ашылмайтын адамнан тезірек кетуге асқасың. Бұл жерде де тура сол. Бұл жерде де бір маңызды тағы да бір айта кететін нәрсе бар. Қанша сымбатты, сұлу, бір жылу шашып тұрған жігітті әкелсең де, өмірі недовольный, капризный, вечно все не так, вечно все не то деген бір қыздар бар, сынық қыздар дейміз бұларды. Қабырға өзі түзу емес, оны түзелемін деген адам сындырады дегендей. Міне осындай қырсық қыздар, әйелдер мүмкін бала кезде, мүмкін енді қыз кезінде бір сынып қалып, енді жөндеуге келмей жатады. Бірақ қыздың сенің көңіліңнен шығып тырысуы ол 99% саған байланысты. Ал қалған 99% ол қызға байланысты. Жинақтап айтатын болсақ, сен қызға не әйеліңе тиісті условия жағдай жасайсың, чтобы ол сол қыздан не әйеліңнен тиісті вниманияны қайтарып алу үшін. Бартермен емес, мен саған, сен маған деген нәрсе емес. Сен еркек ретінде сенің өзіңе тиісті жауапкершілігің бар, соны тиянақтайсың. Жаңағы қыз не әйелің соны саған екі еселеп қайтарып беретін болады. Көп жігіттер қазіргі мынау қыздарға енді ақша ғана керек, бәрі сондай жаңағы сатылады, тек қана ақшаны ойлайды деп шағымданып жатады. Айтыңыздаршы енді жігіттер, ең болмаса бір себебіне неге әйел адамға өзінің жігіті не күйеуі ақшалы, табысты болмауын қалау керек? Ақылды, қылықты, көзі ашық, дұрыс қыз бар. Енді ол неге ол қыз табысты, ақылды, өзі сияқты жаңа өз секілді көз ашық, бір сөзбен айтқанда сол қыздың деңгейінде соған лайықты, достойный өмірді жағдайды жасайтын жігітпен кездеспеу керек, оны қаламау керек. Неге ол жақсы бай қуатты өмір сүруді қаламау керек? Сен қашан қызға эмоционалды, және физикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етесің? Яғни эмоционал деген оған басында айтқандай жаңағыдай жылулықты, өзіңнен шығатын жылулықты, жаңағы саған толық сенім артып, ертең жылатып екі қабат тастап, жарты жолды тастап кетпейді, лақтырып кетпейді, ішіп келіп ұрып соқпайды, жұмыс жасамай жатып алады деген, аш қалдырады деген қорқыныштар, бұл эмоционалды. Физикалық деген үй күйсіз жаңа көшіп қонып, оның ертең денсаулығына, ертең ол бала туған кезде бала шағасы қалай жаңа бала шағасына алаңдамайтындай бір жағдай жасай алу. Бір бөлмелі общежитияда, коммуналкада әйеліңмен жату, мен өзіңнің частный бір бар жағдай жасалған, интимный условияның жаңағы бәрі бар, коммуналкадағыдай жаңа соседтер естіп қалады, елден ұят болады деген секспен өз үйіңде, өлең төсегіңде жаңағы айғайлап тұрып қалағанша жатудың разницасы қандай екенін білесіздер, айтпаса да. Енді осындай условияны бәріміз қалаймыз. Осындай условияны қаламайтын адам ол ненормальный адам негізі. Жақсы өмірді қалау, соған талпыну ол нормальный нәрсе негізі, қалыпты нәрсе. Енді қыздардың осындай условияны қалауына ренжу, соған айыптау, енді бұл өте әлсіз, қорқақ, бір сенімсіз, өзінің бір жақсы өмір сүретініне сенбейтін, уже содан бір ұтылып қалған жігіттердің өз-өздерін ақтап алулар деп білемін мен. Ми жасап тұрған адамның осындай нәрсеге ренжіп, осыны жаңа бір проблема деп қарауы, меніңше ол мынандай нәрсе деп ойлаймын. Сондықтан жігіттер, сериалдан, кітаптардан, жаңа тыңдайтын өлең музыкалардан бәрі осы ер адам қыздың артынан жүгіру керек, оның көңіліне шығуға тырысады, барлық жаңа шоу-бизнес, кино индустрия, бәрі әйелдердің пайдасына шешілген негізі. Бұл туралы толық басқа видеоларда айтатын боламыз. Қазір бізге жігіттер бірінші кезекте өзіміз мықты болуға, өзіміз жаңағы алушы емес, беруші емес, алушы емес, беруші позициясында бере алатындай жігіт болуға талпынуымыз керек. Өйткені қазақта да қалай айтады, ер адамды мал тапқанмен, әйел адамды қонақ күткенмен бағалайтын болған, қазағымызда. Біз мал тауып, адал жолмен мал тауып, өз аяғымыздан нық тұратын болсақ, өзімізге сенімді болатын болсақ, ешқандай қыздың артынан жүгіріп, жаңағы ақша шашып, уақыт құртудың негізі қажеті болмайды. Бұл 100% жұмыс істейтін нақты тактика. Енді кім не десе ол десін. Сондықтан неден бастаймын, қалай бастаймын деген жігіттерге біздің каналға тіркеліп, біздің видеоларды қарап, және де жақында тұңғыш рет Құдай қаласа қазақ жігіттерінің жаңағы қазақтың мықты жігіттерінің алғашқы құрылтайын өткізіп, қазіргі қазақ жігіті қандай болу керек деген, үйде, мектепте, университетте жаңағы айтылмайтын әлемдік тәжірибемен, қазақтың даналығымен, дәстүрмен ұштасатын бір теңдесі жоқ бір ұйым ашылады. Сондықтан жаңалықтарды осы каналда және менің Instagram парақшамда айтатын боламыз. Telegram парақшамызға да тіркеліп қойсаңыздар болады, кімге қалай ыңғайлы. Бұрын естімеген, білмеген қыздар туралы, ақша туралы, еркектің денсаулығы туралы, және де басқа да көптеген қызықты тақырыптарды офлайн түрде келіп, немесе онлайн түрде тыңдап, жаңа біздің құрылтайдың бір мүшесі болып,
соған қатысуға бәріңізді шақырамыз. Ал қазір видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, басқа бауырларымызбен бөлісіп, басқа адамдардың көруіне себепші болуды сұранамын. Келесі кездескенше аман болайық.